Елімізде 11 қарашадан бастап жол жүрудің жаңа ережесі күшіне енді. Соған сәйкес жылдамдықты шектеу келесі жол қиылысына дейін сақталады. Сонымен қатар көп қабатты үйлерден шығатын жер жол қиылысы болып есептеледі. Осы және өзге де жаңалықтар туралы арнайы баспасөз мәслихатында айтылды. Шараны ұйымдастырған Ішкі істер басқармасының қызметкерлері құжаттағы өзгерістер мен толықтыруларға тоқталды. Ішкі істер басқармасы өкілдерінің келтіруінше жаңа ережеде бірқатар баптарға түзетулер енгізіліп, жаңа терминдер пайда болған. Енді жол қозғалысына қатысушылардың барлығының көлікті тоқтатқаннан бастап әкімшілік айыппұлды рәсімдегенге дейін фотосуретке немесе бейнетаспаға түсірулеріне құқықтары бар. Сонымен қатар ағымдағы жылдың шілде айынан белгіленбеген жерде оңға және солға бұрылса 1 жылға жүргізу куәлігінен айырылады. Біз тұрғындар жол қозғалысы ережесін қатаң сақтау үшін түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сонда оларда айыппұлға қатысты ешқандай мәселе болмайды. Қазір полиция қызметкерлері заң негізінде ғана тоқтатады. Ішімдік пайдаланғандығын анықтау мақсатында бұрынғыдай тоқтата алмайды. Баспасөз конференциясы барысында ерекше сұранысқа ие нөмірлерді беруге қатысты көрсетілетін қызмет туралы да айтылды. Бұл үшін мемлекеттік баж салығы салынады. Мысалы, жеке көлігіне 100, 111, 900, 999 нөмірлерін таққысы келетіндер 310.853 теңге төлеуі тиіс. Ал 001, 009, 777 деген сандары бар автокөлік нөмірлері 517.332 теңге тұрады. Құнына қарамастан мұндай нөмірлерге сұраныс бар дейді полиция қызметкерлері. С начала года выдано нам 67. Жыл басынан бері осындай 67 нөмір берілді. Оның жалпы құны 27 миллион 21.521 теңге. Автокөлік жүргізушілері арасында 001, 777 деген сандары бар нөмірлер сұранысқа ие. Жаңа ережеде жол белгілеріне де қатысты өзгерістер бар. Мысалы, қауіпті деген жолдарға жаңа жол белгілері орнатылатын болады. Ішкі істер басқармасында атап өткендей, жол ережелеріндегі жаңа талаптарды түсіндіруге байланысты тұрғындар арасында белсенді жұмыстар жүргізілуде. Арыскүл Мадуасова, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.